Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгін сіздермен мраморный печенье жасайтын боламыз. Каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алыңыздар. Ол үшін алдымен 2 жұмыртқамызға қантымызды салып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше араластырамыз. Одан кейін ертілген сары майымызды, какаомызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын ұн мен қопсықышымызды салып, алдымен венчиктің көмегімен, одан кейін қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Ұнымыз көп болып кетпесін, қамырымыз жұмсақ болу үшін. Одан кейін дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін қамырымыз өз формасын ұстап, осындай әдемі болғаннан кейін қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, өз қалауларыңыз бойынша осылай дөңгелетіп форма жасап алатын боламыз. Осы кезде пешімізді қыздырып қойыңыздар. Сахарный пудраға 2 бетін аунатып отырып осылай салатын боламыз. Астына барлық толық рецепті қалдырдым. Ас болсын, өте дәмді, ерекше печеньеміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаған болса лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар.